Сәлем балалар, бүгін 112-ші сабақ. Бүгін сабақтың тақырыбы сатып алу және ақша қайтару. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сырым мен Алияда 100 теңгеден бар. Олардың әрқайсысы 2 тауардан таңдады. Балалар қандай тауарлар сатып алды және олардың әрқайсысына қанша теңгеден қалды дейді. Ендеше бірінші сырымға қарайық. Сырымда 100 теңге бар. 2 тауардан сатып алса, былай жасақ болады. Сырым бір конфет сатып алды 20 теңге және йогурт сатып алды 70 теңгеге. 2 затты таңдады. Екеуінің қосындысы 20-ға 70-ті қоса қанша болады? 90, яғни сырым 90 теңгеге сатып алды. Ал ода 100 теңге болды. Енді ода қанша теңге қалған табу үшін 100 теңгеден 90 теңгені аламыз, 10 теңге қалады. Сонда сырымда 10 теңге қалды. Енді Алияны қарайық. Алия 100 теңгесі бар. Алия 30 теңгеден тәтті тоқаш алды және 20 теңгеге конфет сатып алды. 2 тауар сатып алды. Екеуінің қосындысы қанша болады? 30-ға 20-ны қоссақ 50, яғни Алия 50 теңгеге зат сатып алды. Енді онда қанша теңге қалған табу үшін біз 100-ден 50-ді азайтамыз, сонда 50 шығады. Демек, Алияда 50 теңге қалды. Астында сен дүкендесің, 2-3 тауар сатып алып, қосынданы есепте дейді. Өздеріңіз солай есептеп көріңіздер. Мысалы, сіздерде 100 теңге бар, сіздер 40 теңгеге тәтті тоқаш және 30 теңгеге нан алдыңыздар. Қанша теңге болды? Екеуінің қосындысы 70 теңге болды. Енді сізде қанша теңге қалған табу үшін сол 100-ден 70-ті азайтамыз, ода шығады. Сонда сіздерде 30 теңге қалады. Балалар, естеріңде сақтап алыңдар. Сен зат сатып алатын затыңның бағасын артық ақша бердің, онда сатушы саған ақша қайтарады дейді. Яғни сдача береді. Мысалы, мамаларын сендер дүкенге жібергенде нан алуға жібер дейді. Нан мысалы 50 теңге тұрады, ал мамаларын сіздерге 100 теңге беріп жүрсе, сатушы сіздерге 50 теңге сдача береді, яғни 50 теңге қайтарып беру керек. Келесі екінші тапсырма есептер шығар, керек есеп құрастырып көр. Яғни бірінші есеп болды 100 теңге, жұмсады 70 теңге, қайтарды белгісіз. Қанша теңге қайтарған табу үшін біз 100-ден 70-ті азайтамыз, 30 шығады. Жауабы 30 теңге қайтарды. Бұған керек есеп шығаратын болсақ, болды 100 теңге, қайтарды 30 теңге, қанша теңге жұмсаған белгісіз. Оны табу үшін біз 100-ден 30-ті азайтамыз, сонда 70 қалады. Жауабы жұмсады 70 теңге. Келесі болды 90 теңге, жұмсады 50 теңге, қайтарды белгісіз. Қанша теңге қайтарған табу үшін 90-нан 50-ді азайтамыз, 40 қалады. Сонда жауабы қайтарды 40 теңге. Бұған кері есеп шығаратын болсақ, 50 теңге жұмсады, 40 теңге қайтарды. Қанша теңгесі болды сонда? Оны табу үшін біз 50-ге 40-ті қосамыз, сонда 90 шығады. Жауабы 90 теңге болды. Екінші есепті осылай шығарамыз. Келесі үшінші тапсырма, кестеге қара, есептер құрастыр және шығар. Менің 100 теңгем болды, оның 30 теңгесіне тәтті тоқаш сатып алдым. Менің қанша теңгем қалды? Оны табу үшін біз 100-ден 30-ті азайтамыз, сонда 70 болады. Жауабы мен 70 теңгем қалды. Келесі азаматтың 100 теңгесі болды. Ол дүкенге барып зат сатып алғаннан кейін оның 40 теңгесі қалды. Яғни дүкенге барып сок сатып алғаннан кейін оның 40 теңгесі қалды. Азамат сокты қанша теңгеге сатып алды? Қанша теңге жұмсады? Оны табу үшін біз 100-ден 40-ті азайтамыз, сонда 60 шығады. Жауабы азамат 60 теңге жұмсады. Келесі Айгүл дүкенге барып 50 теңгеге балмұздақ алды. Оны алғаннан кейін Айгүлдің қолында 10 теңге қалды. Жалпы Айгүлдің қанша теңгесі болды? Оны табу үшін біз 50-ге 10-ды қосамыз, 60 шығады. Жауабы Алияның 60 теңгесі болды. Мінеке үшінші есепті осылай шығарамыз. Келесі төртінші тапсырма, әрбір топтағы заттардың қандай белгілі бойынша жинақталған айт дейді. Бірінші суретке қарайық. Бірінші суретте не көріп тұрмыз біз? Киімдер, футболка, юбка, шалбар, шорты көрсетілген екен. Екінші тұрғанда қарындаш, төртбұрыш, сызғыштар көрсетілген, құралдар көрсетілген. Одан кейін астында бізде дөңгелек,
4 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш, 3 бұрыштар көрсетілген. Енді әрбір топта қандай заттар бойынша жинақталған айтатын болсақ, бізде бірінші топта ол киімдер бойынша жинақталған. Яғни бірінші суретте тек қана киімдер бар. Екіншіде бізде сызғышында жалпы математикаға керекті құрал жабдықтар тұр. Екінші топты біз құрал жабдықтар бойынша жинақталған деп айтсақ болады. Ал үшінші топта бізде 3 бұрыш, 4 бұрыш дөңгелектер тұр. Яғни бұлардың барлығы геометриялық фигуралар, яғни үшінші топта геометриялық фигуралар бойынша жинақталған. Мінекей бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.